Баршаңызға сәлем. Осындай тестісі жұқа, ішіне шұжығы, фаршы да бар. Ораманның дәмін білгілеріңіз келсе, менімен қосылып бірге жасайық. Ал онда дайын болсаңыздар, кеттік бастайық. Ол үшін осындай тоңмай жасағам, сол тоңмайдың шұжығы мынау. Сол шұжықты қосам, 200-300 грамм фарш. Өздеріңіз қанша адамға жасайсыз, соған мөлшерлейсіздер ғой. 3 дана асқабақ, 5-6 тал картошка, 2 тал пияз, сосын үйде мынандай пияздың нелер қалқып, соны да тұрып қосып беремін. Сосын қазір біріншіде қамырын елеп аламыз. 2 тал жуылған жұмыртқаны өстіп жарып, анша қатты қылмай қамыр елеп аламыз. Мына жерде мен суыма тұз салып қойған, еріп тұр бұл. Бисмилла деп қамырымызды елеміз. Міне енді өстіп міне жақсылап басып аламыз. Басып 15-20 минутқа қалтырып қоямыз да начинкасын турай бастаймыз. Ішіне сағат начинкасы дайын болғанша нанымыз тынып, нанымызды 2-3 қайтара басамыз. Әбден тынып, тынғаннан жақсы жайылады, және піскенде де өте жақсы болып піседі. Сол үшін жоқ дегенде мен өзім тегінде нанды ең қандырғанды, көп үсті басып ең қандырғанды жақсы көрем. Міне қатты да емес, жұмсақ та емес, надан менен 4 табақ орама шығады. Міне енді өсіп демалтып қоямыз. 200 грамм фаршқа пиязын турап саламыз. Енді асқабағымызды да сөйтіп кубиктап турап аламыз. Тыквамызды турадық. Енді картошкамызды турап саламыз. Нанымызды алып, тағы бір басып қоямыз. Татымына қарай тұз, өздеріңіз көз мөлшеріне қарайсыздар. Қара бұрыш. Мына шұжықтан мен осылай салам. Шұжықтың прям обязательно емес. Кейбіреулер шұжықты ұнатпайтындар бар. Бірақ біз өзіміз, мен үшін бұл жастық шағыма саяхат деп ойлаймын. Осы ораман, шұжықтан жасалған ораман жесем, әжем есіме түседі. Әжем всегда жасап беретін осыны бізге. 150 граммдай сұйық май қосып жіберем. Жақсылап араластырамыз өстіп. Нанымызды жайып, орамазымызды салып, 45 минутқа қойып қайнатамыз. Болды. Қамырымызды 4-ке бөліп, ал енді қамырымызды жайып, кішкене ғана ұн сеуіп, міне осындай жіп-жіңішке қылып, жұп-жұқа қылып, нанымызды жайып аламыз. Жайып алған соң табағымызды міндетті түрде майлау керек. Менікі советский бұрынғы енемнің мантаваркасы. Осы мантаваркаларды жақсы піседі. Сұйық майды қамырымызға жағып, көп емес, жұқа қылып жайымыз. Сосын кейін фаршымызды 4-ке бөліп аламыз өстіп қолмен. Сосын 4 жайымға бөліп саламыз. Міне фаршымыз өте сондай бір әдемі, иісі де керемет болды. Дәмі мүлдем басқаша болады. Шұжық болған соң тура кішкентай кезімде апам жасап жатқанда тура осы иіс мұрнымда қалқыпты. Шығып тұрады бастайын. Енді міне өстіп ораймыз. Ораймызды жағын болып түсіп кетпес үшін жаңағы табақтарымызға саламыз. 4-еуі де дайын болды. Осындай орама шықты. Наны жұқа, өзі майлы, сочный болды.
егер жасаған орамам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.